Саламатсыздар ма балалар, сабағыма қош келдіңіздер. 7-8 сабақ тұңғыш қазақ конькишісі. Мәнерлеп сырғанау өнері туралы не айтасың? Әлемдік қазақстандық коньки спортының шеберлері кімдер? Олар туралы не білесің? Мұнда спортшы конькимен сырғанап, музыка сазына сәйкес әсем қимылдайды. Денис Юрьевич Тен қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы. 2014 жылы мәнерлеп сырғанаудан Сочи олимпиадасының қола жүлдегері. Келесі бірінші тапсырма: тыңдалым мәтіні бойынша төмендегі жылдарда жасырылған оқиғаларды айтып бер. 1871, 1882, 1891, 1896, 1901 жыл. 1871 жылы Афинада найза лақтыру жүгіру жарыстары өтеді. 1882 жылы Вена қаласында конькимен сырғанау жарысы өтеді. 1891 жылы Гамбургте Европа чемпионаты өтті. 1896 жылы Кубертен анықталды. 1901 жылы комитеттік сессия Парижде өтті. Келесі екінші тапсырма: мәтін құрылымын талдау жаса. Сөз тіркестері, оқиғалар нәтижесінде не болды? Яғни ресми үлгі мойындалды, мәнерлеп сырғанау алғашқы жарыс ұйымдастырылды. Көпшілік біле бермейтін сырғанау түрі: ерлер айналысқан, нәзік жандылар айналысқан. Көпшілік біле бермейтін сырғанау түрі: оның бұл түрінде 2 жұптан болып 4 адам өнер көрсетеді. Нәтижесі ақш пен Канада ғана өтеді. Ерлер айналысқан, көпшілік біле бермейтін спортпен айналысқан. Нәтижесі әйелдер де осы спортпен айналысуды бастады. Нәзік жандылар айналысқан, мәнерлеп сырғанаумен айналысты. Нәтижесі көпшілікке Недж Сайрес атымен танымал болған. Бойжеткен олимпиадада жеңіске жеткен алғашқы әйел. Үшінші тапсырма: мәнерлеп сырғанау өнерінің шебері тақырыбында диалог құрыңдар. Диалогта етіс жинақтарын және төмендегі сөз тіркестерін қолданыңдар. Денис Тен 1993 жылы туған. Денис акробатик, таэквондо, карате және жүзумен айналысқан. Музыка мектебі ән салған. 2014 жыл Сочи олимпиадасы қола жүлдегер. 2013 жыл әлем чемпионаты, күміс медаль, 19 жас. Маржан, мәнерлеп сырғанаудан қандай чемпиондарды білесің? Мен тек Денис Тенді білемін. Оның қай жылы дүниеге келгенін білесің бе? 1993 жылы 13 маусымда дүниеге келген. Қандай жетістігін білесің? 2014 жылы мәнерлеп сырғанаудан Сочи олимпиадасының қола жүлдегері болған. Рахмет, ол басқа қандай спорт түрлерімен айналысқанын білесің бе? Мен ол туралы білмейді екенмін. Білесің бе? Айтып берші. Денис Тен акробатика, таэквондо, теннис, карате және жүзумен айналысқан. Рахмет, енді біліп жүретін боламын. Иә, саған да рахмет. Келесі тілдік бағдар: ырықсыз етіс сабақты етістікке Л жұрнақтары жалғану арқылы жасалады, ал ол етістіктердің соңы Л дыбысына аяқталса, немесе етістіктің негізінде Л дыбысы болса, ырықсыз етіс жұрнағы Н түрінде жалғанады. Мысалы, қазылды, тақылды, саналды, алынды. Етістіктің түбіріне өздік етіс, ырықсыз етіс категориясын тудыратын Л, Н жұрнақтары жалғанса, сабақты етістік салт етістікке айналады. Мысалы, жуынды, ашылды, шешілді. Төртінші тапсырма: суреттегі оқиғаларды айтып бер. Іс-әрекетті сипаттауда етістіктің ырықсыз етіс түрін қолдан. Үлгі: еден жуылды, шаң сүртілді, Л жұрнағы жалғанып тұр, қар күрелді, Л жұрнағы, шөп орылды, Л жұрнағы, егіс жиналды, Л жұрнағы жалғанып тұр. Бесінші тапсырма: мәтінді оқы. Қос олимпиадаға қатысқан тұңғыш қазақ конькишісі. Қазақ топырағы қашанда дарындарға кенде болған емес. Солардың ішінде қаракөз қазақ қыздарының орны бөлек. Коньки спортынан еліміздің намысын қорғаған Кенжеш Сәрсекенова 1992 жылы 99 жылдар аралығында ұлттық құрама команда санындағы жалғыз қазақ қызы болды. Кенжеш Сәрсекенова Қазақстанның 5 дүркін чемпионы, атам қазақ жылқы және аң терісінен шаңғы жасап қатынас құралы ретінде пайдаланған. Ал аяғына коньки байлап, мұз айдынында додаға түскен адамдарды қазақ тарихынан оқыған жоқпыз. Кеңес үкіметі тұсында да қазақ конькишілерінің аты шыға қойған жоқ. Кенжеш Сәрсекенова туған жері Шығыс Қазақстан өңірінен 1985 жылы Алматыға келіп, әркім бағындыра алмайтын конькиге құрық тастап, асау спорттың жалына қос салыпты. Аз жылдың ішінде айдын төсіне бауырын төсе қалықтап, жұлдыздай аққан аруымыз қазақ қыздарының да коньки теуіп, ел намысын байрақты бәсекелерде қорғай алатындығын дәлелдеді. Ол коньки теуу спортынан қазақ қыздарынан шыққан тұңғыш спорт шебері. Қазақстанның бірнеше дүркін жеңімпазы. Жұмыр жердің небір жүйріктермен сынға түскен саңлақ
конькиден 2 бірдей олимпиадада бақ сынаған тұңғыш қазақ қызы. Енді сұрақтары: Қазақстанда мәнерлеп сырғанау спорты қаншалықты дамыған деп ойлайсың? Мәнерлеп сырғанау өнеріне қазақ қыздарының қосқан үлесі қандай? Атам қазақ жылқы және аң терісінен шаңғы жасап, қатынас құралы ретінде пайдаланған деген сөйлемдегі ойды дамыт. Коньки спортын дамыту үшін не қажет деп есептейсің? Өз пікіріңді дәлелде. Денис Тен Сочидегі олимпиададан жүлде әкелген соң бізде бұл спорт қарқынды дамыды. Үкіметте бар күшін салуда. Үйірмелер ашылып жаттықтырылуда. Денис Тен Сочидегі олимпиададан жүлде алып, еліміздің атағын шығарды. Тұрсынбаева қазақ қыздар арасында тұңғыш рет әлем чемпионатының күміс жүлдесін иеленді. Атам қазақ жылқы және аң терісінен шаңғы жасап, ал аяғына коньки байлап көлік қылған. Сырғанау арқылы барар жерлеріне жеткен. Менің ойымша мұз айдындар салынуы керек, үйірмелер ашылып, оқу орындарын ашу қажет. 6-шы тапсырма: төмендегі Сәрсекеновамен болған сұхбатты оқып, мәтіннің стильдік ерекшеліктерін талда. Кейіпкердің жетістіктерін дәптеріңе жаз. Сізді қазіргі жастардың бірі білсе, бірі біле бермейді. Әңгімені өзіңізді таныстырудан бастасаңыз. Мен Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласының тумасымын. Көп балалы отбасында дүниеге келдім. Сіз Алматыға барғанда бірден коньки спортын таңдадыңыз ба? Жоқ, мен ол кезде жеңіл атлетика түрлерінің біріне қабылдансам деп ойлаған болатынмын. Аяғыма коньки байлап көрмеген кезім. Тіпті конькиді қолма ұстап көрмеппін. Не де болса көрейін деп тіркеліп, барлық тексерулерден өтіп, интернатқа оқуға түстім. 13 жылда қандай жетістіктерге қол жеткіздіңіз? 1989-90 жылдары Қазақстанның жастар чемпионатының бірнеше дүркін жеңімпазы атандым. 1992 жылы коньки спортынан спорт шебері дәрежесіне жеттім. 1992-94 жылдары әлем кубогының кезеңіне және әлем чемпионаттарына қатысып, 1994 жылы Қазақстан құрама командасының үздік спортшылары қатарында Лиллехаммерде өткен 17-ші қысқы олимпиада ойындарына және 1998 жылы Нагановода болған 18-ші қысқы олимпиада ойындарына қатыстым. Менің ойымша, мәтін диалог құру арқылы ауызекі тілде жазылған. 1989-90 жылдары Қазақстанның жастар чемпионатының бірнеше дүркін жеңімпазы атанған. 1992 жылы коньки спортынан спорт шебері дәрежесіне жеттім. 7-ші тапсырма: оқылым мәтіні бойынша қарапайым жоспар құр, үлгіні пайдалан. Мәтін құрылымы: кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, оқиға, бөлімге ат қой. Бірінші кіріспе: Сәрсекенова өзін таныстырады, бөлімге ат қой. Тұлғамен танысу, негізгі спорт қалай келгенін айтады, спортқа ашылған есік, яғни бөлімнің аты. Үшінші қорытынды: жеткен жетістіктерін айтады, бөлімге ат қойғанда жеткен белестерім деп ат қойдық. 8-ші тапсырма: ырықсыз етіс жұрнағын жалғап, етістіктерді дұрыс жаз. Ел намысы қорғау, аң терісінен шаңғы жасау, аяғына коньки байлау, олимпиадада бақ сынау, жеңіл атлетикаға қабылдау, бірнеше дүркін жеңімпаз аталу. Ел намысы қорғалды, аң терісінен шаңғы жасалды, аяғына коньки байланды, олимпиадада бақ сыналды, жеңіл атлетикаға қабылданды, бірнеше дүркін жеңімпаз атанды. 9-шы тапсырма: өлеңдегі ырықсыз етістің жұрнағын түбірден өзінен кейінгі қосымшадан дефис арқылы бөліп жаз. Құм нарын қабат-қабат қатарланған, қоңында қарағайы қалқаланған, гүрілдеп бір жағында Каспий жатыр, айдында аспан дорай алқаланған. Теңізге теңбіл аспан төңкеріліп, толқында жұлдыз жүзіп жөңкеріліп, керілген кең Каспийдің жарын керней, көпірген күміс көбік көмкеріліп, жарына соғып толқын толқынданып, толқында көлеңкесі алтынданып, аймалап аспан көктің дариясында алтынай бейне жүзген алтын қайық. Яғни бұнда қатарланған, қалқаланған, алқаланған, төңкеріліп, жөңкеріліп, көмкеріліп, яғни іл, үп деген жұрнақтар жалғану арқылы жасалып тұр. Келесі 10-шы тапсырма: бүгін не үйрендім, сабақ бойынша нені түсіндім, келесі сабақта қандай мәселеге көңіл аудару қажет. Бүгін ырықсыз етістің қалай жасалатынын үйрендім, барлығын толық түсіндім, жаңа ақпаратқа көңіл аудару керек. Балалар, бірінші тапсырманың жауаптары қалып кетті. Сіздерге айта кетейін, қазақ балуандары күрестің алып күш иелері, балуан деген атау күресте орны бар қайсар мықтыларға берілді. Балуан Шолақ қазақтың халық композиты, жауырыны тегемеген балуан. Жақсылық Үшкемпіров грек-рим күресінен әлем чемпионы, спорт шебері. Осымен балалар, сабағым аяқталды. Сау болыңыздар.